Құрметті мен қадірменді көрермендерім, мен сіздерге үй жағдайында осындай лаваш дайындауды үйрететін боламын. Қадірменді менің көрермендерім, тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз, рахмет. Картопымызды жіңішке етіп қуырып аламын, майға әбден сап-сары болып сарғайғанша қуырылады бұл. Сосын әбден қуырып болған соломкет картопымыз қуырып болған соң әдемі қылып маринадталған, тұздалған әдемі тауық етімізді осылай қозғап қуырып аламыз. Әбден қып-қызыл болып қызарғанша осылай қуырамыз. Менің қадірменді көрермендерім, міне осылай алдын ала дайындап алдым. Қиярды, помидорды және маринадталған қиярды. Міне қуырылған дайын тауық еті майдаланып, сап-сары болып картопымыз дайын болды. Арнайы дүкеннен осындай лавашқа арналған донер дейді ғой, соға арналған қамырды алып келдім. Енді әрі қарай көреміз. Бисмиллах деп бастаймын. Майонез кетчупымды қосамын. Осылай қосып, кез келген көкөністерді салсаңыз болады. Өз қалауыңызша, арасына пияз да турап салсаңыз болады, бірақ біз пияз қоспадық. Ащы ұнатпай, осылай жасап, үйден әдемі донер дайындап бастадым. Қадірменді көрермендер, менің каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өте қуаныштымын. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет. Үй жағдайында осылай донер дайындап, үйдегі балаларды қуантуларыңызға болады. Өте дәмді шығады екен. Жасап көріңіздер. Қадірменді YouTube көрермендері, егер де тіркелмесеңіз, мені қолдап, тіркеліп, каналым. Міне қараңыздаршы, осылай орап, майонез кетчупты қосып, әдемелеп, бүктеп, орап дайындаймыз. Сосын табамызды қыздырып, кішкене май тамызып, майға ары-бері ауызды аудастырып, екі бетін осылай қыздырып аламыз. Өйткені бізде арнайы донер қыздыратын пеш жоқ, сол үшін де осылай табаға қыздырып алсаңыздар болады. Қытырлақ әдемі донер болады. Ерке мен Райымның керемет қытырлақ донері сияқты сочный, мощный, дәмді болады. Сіздер жасап көріңіздер. Рахмет. Қолдауларыңызға комментарий жазып, лайк басып, тіркелмесеңіз тіркеліп кетіңіз. Рахмет, сау болыңыз.